Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2018 жылы жарық көрген «Мен ұстазбын» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Нейна дейтін әйел мұғалім боп жұмысқа орналасу үшін кездесуге келеді. Директорлар алдына отырғанда, қобалжыған Нейнада синдром Туретта дейтін ауруы қозып кетеді. Яғни ол ықылық секілді бір дыбыстар шығарады. Осындай қылықтан кейін оны ұстаздыққа алғылары келмейді. Бірнеше жерге барғанмен еріксіз шыққан дыбыстан кейін оны ешкім жұмысқа алғысы келмейді. Сөйтіп кішкентай кезі көрсетіледі. Сабақта отқан кезде Нейнадан дыбыс шығып кетіп, балалар оның үстінен күле кетеді. Қыз ол дыбысты басқара алмай шыға береді. Мектепте мазаққа айналып, мұғалімде шыдай алмай, директор оған арнайы мектепке барған дұрыс шығар деген кеңес береді. Содан әкесі анасына шынымен арнайы мектепке бару керек десе, анасы оған кәдімгі жақсы мектеп керек деп арнайы мектепке бергісі келмейді. Оған керек кезде қайда болдың деп әкесіне сөйлегенін көрген Нейнаның көз жасы ағып, соның кесірінен ажырасқанын түсінеді. Ықылықтанғандай дыбысты шығарғысы келмей, аузына қағаздарды толтырып тастайды. Жылдар өтіп, мұғалім болуды армандаған Нейна 5 жылдан бері жұмыс таба алмай, балаларға аниматор боп жүр екен. Әкесі көрісуге кеп, оған банкте жұмыс бар деп қағазы ұсынады. Әкесіне ренжіген қызы онда барғысы келмей, алға қойған мақсатына жетуді ойлайтынын білдіргендей болады. Сол кезде Әулие Ноткер мектебінен қоңырау түсіп, оны жұмысқа шақырады. Оның қуанышында шек болмайды. Кездесуге барып, дыбыстар шығып, иегін түртіп өзін басуға тырысады. Оның қағаздарымен танысып, біліктілігіңіз мықты екен, сізге мүмкіндік беруге дайынбыз деп қуантады. Бұл мектепте бала кезінде оқыған екен. 12-ші мектеп ауыстырып, 13-ші мектеп осы болыпты. Сонда директор оны шақырып, оған аурудан қысылма, саған кәдімгі балалар секілді қараймыз деп қолдап, жігерлендірген екен. Директор оны дәлізбен ертіп келе жатып, 9-шы А барлық пәннен озат оқушылар, ең мықтылары екен. Ал Нейнаны 9-шы Ф сыныбына ұстаз қылмақшы. Сыныпта 14 бала ғана деп, олардың бұзық, үлгерімдері нашар оқушылар дегенді жанамалап түсіндіргендей болады. Нейнаның көздері жанып, мен игере аламын деп жұмысқа келісімін береді. Бала кезде директор шабыттандырған кезін еске алу үшін сол залға кеп, директорды елестетеді. Сол уақытта сабақ бересің деген 9-шы Ф сыныбының оқушылары кіріп кеп, темекілерін шегіп, біреу егеу құйрықтарын әкеп, сонда өзара сөйлесіп, ойын ойнайды. Ана Кекеш апай бір күнде шыдай алмайды деп бәстесіп, ақшаларын тігеді. Төбеден Нейна білдірмей бақылап қарап тұрады. Тақтаға өзінің аты мен синдромды жазып қойып, оқушылар кіріп, оған мәнде бермей улап-шулап отырады. Соны көрген Нейна қобалжып, ауруы қозып, дыбыс шыға бастап, басы қимылдайды. Арт қарап өзін қолға алып, терең дем алып, күлімдеп балаларды өзіне қаратып, аты жөнін айтады. Оқушылармен танысу үшін аттарын атап, түгендеп жатқанда, балалар оның үстінен күліп, оларда Нейна сияқты дыбыс шығарады. Сол кезде ұстаз бұл синдром Туретта, неврологиялық бұзылыс деп түсіндірмек болады. Бірақ олар ары қарай үстінен күліп мазақ қылады. Рэп құрастырып, бұл сынып сіз үшін емес деп ашық түрде кеткенін қалайды. Апай болса керісінше оларға қосылып, шапалақтап, мен бұл жерде ұзаққа қаламын деп ол да ақша тігеді. Болсаңдар онда сабаққа кірсеміз деп отырғанда орындық сынып құлап қалады. Барлығы айқайлап күле кетеді. Олардың тәртіпсіз бұзық екені көрініп, Нейнаға дейінгі ұстаздар шыдамай жұмыстан кеткендерін түсінеміз. Келесі күні мектепке ерте келгенін көрген күзетші, сіз қалатын болдыңыз ба деп екеуі сөйлесіп, күзеттен өз сыныбының оқушылары жайлы сұрастырады. Сөйтсе балалар жолдың ар жағындағы кедей ауданынан муниципалды мектеп болған екен, бірақ ол жалдамалы жерде тұрған соң оны бұзыпты. Балалар сол мектептен қалған соңғы оқушылар. Басында олар жақсы оқуға тырысты, бірақ басқа оқушылар мен мұғалімдер оларды қабылдай алмай менсінбегенін айтып, кейін балалар қасарысып, осындай бұзықтарға айналғанын баяндайды. Оқушылар түрлі нәрселерді жасап, оған тиісіп, мазақ етіп, суреті мен нөмірін тегін массаж жасаймын деп жабыстырады. Нейнаға адамдар қоңырау соққанда жасамайым деп қайтарады. Әртүрлі ойларын іске асырады. Борға күкіртті салып, тақтаға жазғанда жарылып кетіп, мопедінің бензинін құйып алып, жолда бітіп тоқтайды. Кейін ыдысқа шарларды толтырып
отырып, өздері апайды тығылып күтеді. Шарларға қараймын дегенде олар жарылып, терезелер шағылады. Содан оқушыларды директорға жинап, басқа мұғалім оларды шығару керектігін айтқанда, Нейна балаларды жамандаудың орнына, керісінше кешіріңіз, оларға сұйық азот қалай кеңейетінін түсіндірмек болдым. Олар ештеңе істемеді деп бар кінәні мойнына ала бастайды. Оқушылар бір-біріне ол бізді сатпады, бізге араша түсіп жатыр дегендей қарап қояды. Емтиханға дейін 4 ай бар, сол уақытты беріңіз деп директордан келісімін алады. Сыныпқа оқушылардың бастары салбырап кеп отырады. Сендер бұндай қылықтарыңмен нені дәлелдегілерің кеп жатыр? Сендерді ешкім сындырмасын деп па? Сендерді сындыруға ешкім қызықпайды да. Біз сендерді үйретуге қызығушылығымыз бар. Өз өмірлеріңді өзгертіңдер дегенді айтқысы келеді. Ертең 9-да келемін. Жоқ болсаңдар, онда жұмыстан кету туралы арыз жазамын. Егер келсеңдер, онда неге жасамасқа деген нәрседен бастаймыз деп кетеді. Оқушылар өзара ақылдасып отырып, біреулері апайдың айтқанымен келіссе, біреулер баруға қарсы болып, ешкім бармау керек деп отырады. Ертесіне класста отқан Нейна оқушыларын күтеді, бірақ ешкім келмейді. Ал қалған сыныптағылар өз дәрістерін өтіп, сабақтарын оқиды. Уақытқа қарап келмейді деп ойлаған Нейна кететін кезде оқушылары кіріп орындарына жайғаса бастайды. Ұстаздың жүзінде қуаныштың нышаны байқалады. Келмейміз деген Атиш пен Келам да келіп, көңілі жайына түскен апай сабағына кіріседі. Сонымен жыл сайын сабақта үздік болған оқушыларды марапаттау рәсімі болып, ол жерде тек 9-шы А сыныбының балаларына ерекшелену белгілерін тағады. Нейна келесі сабағын аулада өткізуді ойлап, балалардың аттарына атап, жұмыртқаларды лақтырып, математикалық әдістерді түрлі тәсілдермен түсіндірмек болады. Сол кезде біз бәрін жасаймыз, бірақ біз 9-шы А сыныбы бола алмаймыз деп жеткізгенде, сендер өздерің үшін сондай бола аласыңдар. Тек теңдей мүмкіндік болу керек дегенде, қандай теңдік? Бұл мектеппен ұстаздары белгіні алуға ешқашан мүмкіндік бермейді дейді. Нейна сол ерекшелену белгісін алу жарысына қатысып, бақтарын сынау туралы айтып келгенде, 9-шы А сыныбының жетекшісі Вадия күліп жіберіп, емтиханнан 90%-дан жоғары алған жағдайда ғана қатысуына болатынын ескертеді. Нейна ойнап жатқан оқушыларына қарап, іштей ойланып, бірақ үмітін үзбейді. Сөйтіп, ата-аналар жиналысы болатын күні ата-аналарын сыныпта күтеді. Басқа кластың ата-аналары мұғалімдермен кездесіп, сөйлесіп кетіп жатса, Нейнаға ешқандай ата-ана келмей, амал жоқ кетуге мәжбүр боп, кейін кедей ауданға өзі ата-аналарды іздеп барады. Онда тұрмыстың нашарлығын, адамдардың суға кезекке тұрып, оған таласқандарын бақылайды. Өз оқушыларын көріп, ата-аналарымен танысып, бәрі отбасын асырау үшін тірліктерін істеп мектепке бармағанын түсінеміз. Барлығының арманы балалар болашақтары жарқын болғандарын қалайды. Осылай Нейна оқушылардың жұмыспен айналысатынын, олардың ата-аналарымен, тұрғылықты жерлермен де танысып қайтады. Келесі күні сабақты спорт залда өткізбек боп, сонда жинайды. Ауданда равиндердің карта ойнағанын көрген апай оған картаны ұстатып, табысын қанша десе 8-12 мың дейді. Сөйтіп есептегішті алып, біз 15-біз, 3 адамды полиция ұстап алса қанша қалады, егер бөлсек қанша болады деп есептеп жатқанда, санап үйреніп қалған равиндер бірден осынша қалады деп дұрыс есептеп береді. Нейна, сен есепті жақсы шығарасың, бірақ математикаға келгенде құлайсың деп өзінің қабілеттігін пайдалануға шақырады. Қалған балалардың жұмыстарына байланысты сұрақтарын қойып, бәрі дұрыс жауап бергенде, ол физика, ол химия дейді апай. Сендер өз істеріңнің маманысыңдар, бірақ сендер бәрін болған жағдайға жаба саласыңдар деп, дәптерге неден қорқатындарын жазғанын қалайды. Ойланған балалар жаза бастағанда Нейна қағазы жыртқызып, бүгіннен бастап бұл қорқыныштарын сендердің күштерің болады, оны жіберіңдер, онымен бірге ұшасыңдар деп ұшақ жасап, өз жазған қорқыныштарын ұшырады. Осылай Нейна балалар бойындағы қорқыныштан арылтуға тырысып, оларға жігер бергендей болады. Оқушылардың да оқуға деген құштарлықтары артып, апайларымен бірге түрлі эксперименттер жасап, физикалық, химиялық зерттеулерді қызықты қылып өткізіп, олардың оқуға деген қызығушылықтарын одан сайын арттырады. 9-шы А сыныбының оқушылары олардың қызық әрі шаттықта өткізіп жатқан сабақтарын көріп, оларға әрі қызыға, әрі қызғана қарайды. Бірде Атиш 9-шы Адағы ұнатып жүрген Наташа дейтін қызбен жүздесіп қап, ол қызда сөзге жақын боп, әңгімелесіп, Атиштарды өздері дайындап жатқан ғылыми жобаларын көрсетуге шақырады. Бәрі еріп келгенде, баскетбол добымен не үйрендіңдер деп менсінбей тұрғанда, жобаларынан қателіктер тауып, былай істеулерін керек деп таңғалдырады. Осылай оқушылардың білімдерінің артқанын көреміз.
Наташаға Атиш мынамен жабыстыр деп шиналарды жабыстыратын желімді бергенде Вадия кеп қалып, біз шиналарды жөндеу үшін емес, ұлттық ғылыми жәрмеңкеге жоба әзірлеп жатырмыз деп шамына тиетін сөздерді айтып қуып шығарады. Сонымен уақыт өте басшы мен мұғалімдер жиналып 9 А дайындаған жобаны тамашалайды. Олар таныстырып, түсіндіріп жатып іске қосады. Макеттегі пойыздар жүріп, жарықтар жанып, бәрі жақсы боп, ұстаздар қошемет білдіріп тұрғанда түтін шығып, жобалары жарылып кетеді. Вадия үстел астынан кішкентай бөтелкені тауып, Атиш екенін түсініп, бірден сыныптарына кіріп келеді. Сенің ісің ба дейді. Жасағанына қуанғандай болады Атиш. Найна оның жасағанына сенбейді. Тағы кім қатысты дегенде бүткіл класс біртіндеп орындарынан көтеріледі. Вадия мектептегі соңғы күндерің деп директор кабинетіне шақырады. Біз Келам екеуміз жасадық, неге кінәні мойындарыңа алдыңдар дегенде, енді бізді ойлап қалдың ба? Ал апай болса сендерді уайымдап жатқанын ойламадың ба деп сөйлейді. Басшыға жалынып, оларды шығармауын өтінеді. Бірақ директор жобаға 6 ай кетті, шығармау үшін қандай сылтау бар дегенде Найна, білмеймін, бірақ емтихан тапсыруға рұқсат етіңіз. Сөз тек емтихан жайлы емес, сөз олардың болашақтары жайлы деп жалынады. Басшы емтихан тапсыруға рұқсатын береді. Бірақ басқа оқушыларға кері әсерін тигізіп жатыр деп мектептен шеттетіледі. Яғни емтиханға дейін мектепке келуге болмайды. Көңілі түскен Найна сендерді емтиханға қалдырды. Бірақ мектептен шеттетілдіңдер. Ал менің сендерге қажеттілігім жоқ сияқты деп ренжігенде, бір жағынан шынымен бұл оқушылармен ештеңе істей алмайды екенмін деп ойлап, еңсесі түсіп кетіп қалады. Кетсең кете бер деген Атишқа, сендер апайымыздың сенімін бұздыңдар. Ода сөзінде ақау болса, ал сенде жаныңда ақау бар деп ашуланып бетіне басып, бәрі Келам екеуінен кері бұрылады. Қатты уайымдаған, қобалжыған Найна жүйкеден дыбыс шығаруы күшейіп, тоқтамай кетіп, өзін баса алмай, қолынан ештеңе келмеді дегендей көз жасына ерік береді. Түнде ойланып қателіктерін түсінген Атиш пен Келам өз достарына жылап, үнсіз кешірім сұрағандай болады. Барлығы оларды кешіріп, ұйымшыл болған олар құшақтай кетеді. Ертесінен Найна інісімен шай ішіп отырып, болған жағдаймен бөліседі. Сол кезде әкелері кеп қалады. Інісі әкесін күтіп алып келетін кезде, оқушылар сол жерге жиналып, Атиш пен Келам жылап тұрып, кешірім сұрауға кеп, мен адамдарға сенуден, тіпті өзіме де сенуден қорқамын деп, ішкі күйзелісімен бөлісіп, апайдың кешіргенін қалайды. Найна оларды кешіріп бауырына басады. Сонымен емтиханға дайындықты бастап, бәрі кітапқа, дәптерлеріне үңіледі. Сабақтарын далада, автобуста өткізіп, Найнаның отбасы да атсалыса бастайды. Емтихан жақындағанда мектеп күзетшісі шинамды көріп берші деп Атиштарға кеп, оларға математика мен жаратылыстанудың дұрыс жауаптарын ұсынады. Атиштар сол жауаптарды алып достарына келгенде, неге алдың деп ашуланып, адал тапсырайық дегенде кетіп қалады. Сонымен емтихан күні де жетіп, барлық сынып оқушылары тапсырып отырады. Берілген уақытта білгендерін түртіп, жауаптарды белгілеп, емтиханды аяқтап, апайына біз бәріне жауап бердік деп қуаныштарымен бөліседі. Кейін шыққан нәтижелеріне қарап, емтиханнан өткендерін көріп, кеуделеріне қуаныштары сыймай, бір-бірін құшақтап, секіріп атойлайды. Бірақ Вадия олардың жақсы тапсырғандарына сенбей, жауапты көшіргендеріне сенімді болса, Найна оқушыларын көшірмеді. Олар тыңғылықты дайындалды деп нанбайды. Атиш пен Келам күзетшіден тапсырмаларды алуға келген деп дәлелдерді айтқанда, директор оларды ертең шығарамыз деген шешімге келеді. Көңілі түскен апайына Атиш, "Я, біз алдық, бірақ көшірмедік" деп ағынан жарылады. Апайлары сендерге сенемін деп балаларды құшақтайды. Мектептегі жағдайды естіген әкесі қызымен сөйлескісі келеді. Бірақ Найна, сен бізді тастап кеттің, қаласаң келесің, қаласаң кетесің деп бетіне басқанда, әке қызының ренішін басу үшін, мен сенің балаларыңды және оларға не істегеніңді көрдім деп көңілі босайды. Мен сендерге істей алмағанды жасадың, сен оларды қолдадың деп өз қызын солай қолдай алмағандығын түсінген әке, мен сенімен мақтанамын деп кешірім сұрағандай болады. Өмірі осы сөзді күткен Найнаның да көздері жас аурап, оны құшақтап, әкесін кешіргенін түсінеміз.
Ертесіне 9-Ф сыныбына Вадия қарап тұрып, Ақшай жақындап, ғылыми жәрмеңкеге бара алмасақ та 9-Ф сыныбын шығарып жібердік. Мен күзетшіні дұрыс емес жауаптермен айтиштерге жібердім деп шындықты айтады. Ал олар бәрібір дұрыс жауап берді, бірақ бұл ешкімді мазаламайды. 9-Ф класын шығардық, ендігі жылы жәрмеңкеге барамыз деп мақтанышпен айтып тұрғанын көрген жетекшісі, мен кімдерді тәрбиелеп жатырмын дегені ма, әйтеуір ойланып қалады. Барлығын жинап, директор 9-Ф класы емтиханды көшірді дегенін алға тартып, оларды шығаратыны жайлы хабарлайды. Кейін Вадияға сөз береді. Сонда Вадия ұстаздық жайлы бір-екі сөз айтып, Ақшайдың жасағанын мойнына алады. Мен күзетшіге дұрыс емес жауаптарды беріп, олардың емтиханнан құлағандарын қалаған едім деп, ақиқаттың бетін ашады. 9-Ф сыныбын сахнаға шақырып, Найнаға ерекше белгіні тапсырып, таққанын қалайды. Қуанған апа екі қызға тағып, қуаныштарында шек болмайды. Вадия осы уақытқа дейін 9-Ф класын менсінбей, оларға жасаған істерінің дұрыс еместігін түсініп, жұмыстан кетуге бел буып, заттарын жинай бастайды. Найна жақындап, Вадияны кетпеуге шақырып, әлі жәрмеңкеге қатысуымыз керек деп, екі сынып бірігіп жасап қойған жобаны көрсетеді. Ұстаз кетпей, сол жәрмеңкеде оқушылары жеңіске жетеді. Екі сыныпты біріктіріп, қос мұғаліммен барлығы бірге сабақтарын оқитын боп, ешкім мектептен кетпейтін күйге түсті. Сөйтіп, Найнаның зейнетке шығатын уақыты жақындайды. Күллі оқушылар оған құрмет көрсетіп, қошеметтейді. Сыртта оны енді ересек болған өзінің алғашқы оқушылары қарсы алып, зейнетке шығарып салуға жиналады. Осылай ұстаз болу арманына қол жеткізіп, ақылыққа ұқсас ауруына қарамай, балаларға барынша білімін үйретіп, олардың оқуға деген қызығушылықтарын арттырып, дұрыс тәрбие беруге, олардың бағыт-бағдарын дұрыс жаққа бұруға тырысты. Қарсы келген мұғалімге де тойтарыс беріп, керісінше балаларға ұстаз ұғымына деген оның ойын өзгертіп шықты. Бұл фильмде қандай жағдай болмасын, алға қойған арман мақсаттарға жету үшін барын салып, ештеңеге қарамай талпынуды көрдік. Және сонда ғана жетістікке жетіп, жеңістің жемісін жегенін тамашаладық. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.